Саламатсыздар ма, құрметті курс тыңдармандары. Бүгін ұбт 2019 маусым айында келген математиканың 27-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Бірінші есеп. Пән олимпиадасында команда мүшелері Айжан 15 ұпай, Диана 17 ұпай, Бекзат 18 ұпай, Мақсат 10 ұпай алды. Пән олимпиадасындағы осы команданың орташа ұпайын табыңыз дейді. Орташа ұпай дегеніміз арифметикалық ортасын тап деген сөз. 15 қосамыз 17-ні, оған қосамыз 18-ді. Оған қосамыз 10-ды. Неше сан қостық? 4 сан қостық па? Ендеше 4-ке бөлу керекпіз. Қосында 60 бөлінген 4 тең болады 15 деген жауап. Сонда ол ең нұсқасында. Егер 8x азайтылған 5 тең болады 8y болса, онда минус 1,25 бөлінген y азайтылған x өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Мынаны ықшамдап көрейік. Яғни бұны 8x азайтылған 5 тең болады 8y дейме? 8x-ті теңдіктің оң жағына жіберейін. Сонда минус 5 қалады. Сол жақта 8y азайтылған 8x болады. Енді мұны 8-ді жақшыл сыртына шығаратын болсақ, яғни минус 5 тең болады. 8 жақшыл сыртына кетсе, y азайтылған x дейді екен. Енді 8-ді алып, мұна жаққа бөле салатын болса, минус 5 бөлінген 8 тең болады y азайтылған x-ке дейді. Демек, y азайтылған x минус 8-ден 5-ке тең екен. Ендеше мұна өрнектегі y азайтылған x-тің орнына не қоямыз? Минус 1,25 бөлінген, яғни мұнаға y азайтылған x-тің орнына минус 8-ден 5-ті қоюға болады деген сөз. 8-ден 5 тең болады. Енді мұнаны 1,25 дегенде бар ғой, 1,25 деген 125 бөлінген 100 деген сөз. Бұны 25-ке қысқартатын болсақ, 4-тен 5 болады, 4-тен 5. Демек, жоғар жағында минус 4-тен 5 бөлінген минус 8-ден 5 деген сөз екен. Енді олар қысқартылған кезде, яғни минус 4-тен 5-те минус 8-ден 5-ке бөлетін болсаңыз, жауабы 2 деп шығады. Ендеше мұна өрнектің мәні 2-ге тең екен. Сан нұсқасында. Төмендегі диаграммада бір сыныптың оқушыларының емтиханда таңдаған пәндері көрсетілген. Егер әрбір оқушы бір ғана пәнді таңдаған болса, сыныпта неше оқушы бар екенін табыңыз дейді. Жоғары қарай оқушылардың саны, яғни бір оқушы, 2 оқушы, 3 оқушы, 4 оқушы, тағы сол сияқты. Мынау пәндер геометрия, химия, физика және биология дейді. Енді мынаға шартқа қараңыз. Бір сыныптың оқушылардың емтиханда таңдаған пәндері көрсетілген дейді. Егер әрбір оқушы бір ғана пәнді таңдаған болса дейді. Әрбір оқушы бір ғана пәнді таңдаған болса, сыныпта неше оқушы бар дейді. Сонда геометрияны 8 оқушы таңдаған, химияны 4 оқушы таңдаған, физиканы 6 оқушы таңдаған, биологияны 7 оқушы таңдаған екен. Енді осыларды қосамыз. 8 қосылған 4, қосылған 6, қосылған 7 тең болады қаншаға? 12, 18, 25. 25. Сыныпта барлығы 25 оқушы бар екен. Жауап А нұсқасында. Келесі. Күннің ашық болу ықтималдығы 0,65. Күннің бұлтты болу ықтималдығын табыңыз дейді. 0,65 дегеніміз күннің ашық болу ықтималдығы. Енді бұл бірге тең болу үшін қанша жетпей жатыр? 0,35 жетпей тұр. Демек, күннің ашық болу ықтималдығы мұнаға тең болса, күннің бұлтты болу ықтималдығы осыған тең екен. 0,35-ке тең болады. Келесі. Қорапта 5 көк, 4 ақ және 6 сары түсті шар бар. Олардың араластырып, қарамай алынған шардың әр түрінен міндетті түрде бір-бірден болу үшін кем дегенде неше шар алу керек дейді. Қорап мынандай қорап ол. Осы қораптың ішінде 5 көк шар бар екен. Мынандай 5 көк шар, 4 ақ шар бар және 6 сары шар бар деген сөз. Енді оларды араластырасыз, араластырып қарамай бір
ал қарамай алынған шардың әр түрінен міндетті түрде бір-біреуден болу үшін, яғни бір қарамай алған кезде бір көк шар, бір ақ шар, бір сары шар шығуы үшін, яғни әрбір түстен бір-бір шардан болу үшін кем дегенде неше шар алу қажет дейді. Бұндай есептерде әрине үлкеннен бастап санаймыз, есептейміз. Мысалы, қарамай бір шар алған кезде ең көбі бізде қанша, мынау 6 ма? Оның кейінгі көбі 5, соңғы азы ол 4. Енді қарамай бір шар алған кезде біз ойлаймыз, сары шар түсті деп, мынау сары шар болсын, мынау деген ақ шар, мынау көк шар. Қарамай бір шар алдық, сары шар шықты. Келесіде қарамай алған кезде тағы да сары шар шықты деп есептейміз. Келесіде тағы сары деп. Яғни қарамай 6 рет алғанда 6-ында да сары шықты деп ойлайық. Яғни ең жолымыздың болмайтын нұсқасын таңдаймыз. Келесі үлкен сан көк па, демек келесі де, яғни 7-ші рет алғанда көк шар шықты. Келесінде тағы көк 5 рет көк шар шықты деп ойлаймыз. Енді келесісінде ақ шар шығуы мүмкін. Демек 6 рет, және мына жерде 5 рет, мұнда 6 рет, мұнда 5 рет, сонда мұнда 1 рет алған барлық ойынды қосындысы қанша болады? 6 қосылған 5 қосылған 1 дегеніміз сонда 12. Кем дегенде 12 рет шар алған болу ықтимал. Шар алу керек деген сөз екен. Енді осындай есептерде әрине не істейді екенбіз? Ең үлкеннен бастап есептейміз. Ең үлкен толықтай алып аламыз. Онан кейінгі толықтай алып аламыз. Сосын бізге бір-бірден болу керек па? Демек ең кішісіне сосын біреуден ғана аламыз. Болды. Сосын оларды қоса саласыз. Келесі. Бөшкенің 3-тен 5 бөлігіне 150 литр су құйылған екен. Егер бөшкенің биіктігі 0,3 метр болса, онда бөшкенің табанының ауданын табыңыз дейді. Бұл бөшкенің табанының ауданын қалай табады? Жалпы көлемін қалай табады? Ауданын емес, осы бөшкенің көлемін қалай табамыз? Көлемі деген табанының ауданын көбейтеміз биіктікке, бізде биіктік беріліп тұр. Яғни H дегеніміз ол деген 0,3 метрде ол берілген екен. Бізге енді оның несін табу керек? Табанның ауданын табу үшін көлемін тауып алған тиімді болады. Енді қараңыз, бөшкенің 3-тен 2 бөлігіне 150 литр су құйылды дейді. Осы бөшкеде барлығы енді сыйымдылығы көлемі деп айтайық. Көлемі бар ғой. Осы көлемінің 3-тен 2 бөлігі 150 литрге тең деген сөз ғой. Яғни көлемінің 3-тен 2 бөлігіне 150 литр су құйылды деп осылай есептейміз. Толықтай сыйымдылығының 3-тен 2 бөлігіне, яғни толықтай сыйымдылығының 3-тен 2 бөлігі 150 литр суға тең. Яғни 150 литрге тең болады. Яғни бұл жерден деген, яғни 3-ті ортақ бөлініп беріп жіберсек, сонда 2b тең болады, 450 болады. Сосын 450-ді 2-ге бөліп қалсақ, 225 деп шығар екен. Осы жерден біз көлемін таптық. Енді көлем тапқаннан кейін мына көлемнің орнына 225-ті қоя саламыз. 225 тең болады ес табаны көбейтілген биіктік, ол деген 0,3-ге тең. Сонымен ес табаны тең болады. 225-ті 0,3-ге бөлетін болсаңыз 750 метр деп шығады. 750 метр квадрат әрине, бірақ бізде ондай жауап жоқ. Барлығы дециметрмен берілген, метрмен емес. Енді 750 метр квадратты бар ғой. Дециметрге айландыратын болсақ, онда 75 дециметр квадрат болады екен. Сонда жауап деген нұсқасында. Келесі. Заңдылықты бұзып тұрған санды табыңыз. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14. Қарасаңыз, мұның барлық жұп сандар екен. Жұп сан емінде бір ғана тақсан бар. Заңдылықты 13 деген сан бұзып тұр. Келесі. Так, мына сандар қатарының арифметикалық ортасын табыңыз дейді. Өте оңай тапсырма. Арифметикалық ортаны қалай табамыз? Осы сандарды қосу керек бізге. Қосылған, қосу дейміз да.
Бөлеміз. Қанша санды қостық? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 санды қосқанбыз ба? Демек 8-ге бөлу керекпіз. Ол кезде жауап деген шығады 34. Ең нұсқасында екен. Келесі. Төменде берілген фигураның ауданын табуға арналған өрнекті көрсетіңіз дейді. Так, мына фигураның ауданын қалай табады? Әрине, А мен Б-ны көбейтеді. Енді мына фигураның ауданын қалай табады? Әрине, С мен Д-ны көбейтеді. Енді толықтай мына қарамен боялған бөліктің ауданын қалай табады сонда? АБ-ға қосамыз С-ны. АБ қосылған С-ды деген жауап бізде А нұсқасында тұр екен. Суретте велосипедші мен мотоциклшінің қозғалыс графигі кескінделген. Графикті пайдаланып, 2 сағаттан кейін мотоциклшінің жылдамдығын қаншаға арттырғанын табыңыз дейді. Мотоциклші дегеніміз мына екінші график дейді, мына график екен. Бұл математикта мотоциклшінің қозғалыс графигі. 2 сағаттан кейін дейді. Қаншаға арттырған? Жалпы 2 сағаттан бұрын қандай жылдамдықпен жүрген табу керек? 2 сағаттан бұрын бар ғой, ол деген 40. Жылдамдықты қалай табады? Жылдамдықты деген ес бөлінген Т деп табады, яғни жүрген жолды уақытқа бөлеміз. Біздің жағдайда ол деген қазір 2 сағат, алғашқы 2 сағатта ол 40 км жүрген екен. Яғни 40 бөлінген 2 болады. Демек 20 км сағат. Демек алғашқы 2 сағатта 20 км сағат жүрген, онда келесі 2 сағатта қанша? Келесі 2 сағат қой, міне 4-ке дейін міне. Келесі 2 сағатта қанша км сағат жүрген табу керек бізге. Мұнда 100 деп тұр, бірақ 100-ден бастамаймыз, 40-тан бастап есептейміз. 40-тан 100-ге дейін әрине 60 бар. Демек 60 бөлінген 2 сағат жүрді ғой, жауап 30 км сағат болады. Енді графикті пайдаланып 2 сағаттан кейін мотоциклшінің жылдамдығын қаншаға арттырғанын табыңыз дейді. Яғни 30 азайтылған 20 тең болады 10 км сағат. Демек 10 км сағатқа арттырған екен, жауап Е нұсқасында. Келесі. Дененің жақтарының санын табыңыз дейді. Мына арғы жақта бір жақ бар, мына жақта бір жақ бар. Енді бергі жақта тағы да бір жақ бар. Үшеу болды. Мынау 4 жақ, мынау 5 жақ, мынамен 6 жақ. Барлығы 6 жағы бар екен. Енді бұл жерде қателеспеу керек. Мынаны көріп тұрсыз ғой. Мынау жақ емес, мынау табан. Мынау да табан. Осы табанды жақпен бірге қосып есептеп кетіп, сонымен 6, 7, 8 болады. Т жауабы болады десеңіз, онда қателестіңіз. Ол жақ емес, ол табаны болып есептелінеді. Бізге тек қана жақтары керек, жақтары 6. Келесі. Теңдеулердегі фигуралар қандай да бір сандарға тең дейді. Белгісіз сандардың қосындысын табыңыз, яғни мына қосынды неге тең екенін табу керек. Жақсы, оны табу үшін мынаны ақшамдап көрейік. Мынаған бар ғой. Мына 4 бұрыш деп айтам ба мынаны? 4 бұрыш болсын, мынаға 4 бұрышты ортақ бөлініп бере салайық. Соны 4 бұрыш 0 тең болады, ол 0 емес, дөңгелек 0 деп бұл. Дөңгелек тең болады 4 бұрыштың квадратына. 4 бұрыштың квадраты. Демек дөңгелек 4 бұрыштың квадратына тең екен. Жақсы. Енді қалай жасаймыз тағы? Ендеше мына жерде тұрған дөңгелектің орнына бар ғой, осы 4 бұрыштың квадратын қоюға болады деген сөз. 4 бұрыштың квадраты қосылған, тағы да 4 бұрыш. Бөлінген 3 бұрыш неге тең болады? Мынаны ақшамдап көрейік. 3 бұрышты табайық мына жерден. Бұл жерде 3 бұрыш тең болады, мынаған 4 бұрышты ортақ бөлініп беріп жіберетін болсам, онда 3, 4 бұрыш болады деген сөз. Ендеше 3 бұрыш, 3, 4 бұрышқа тең. Ендеше мына 3 бұрыштың орнына мен 3, 4 бұрышты қоюыма болады. Тең болады 1-ге деп. Енді осыларға қарай ақшамдау керек. Бұны ақшамдаған кезде, мына 5 сыныпта мынандай қасиет бар,
А қосылған Б бөлінген С болса, бұны былай жазуға болады. А бөлінген С қосылған Б бөлінген С деп жазуға болады, иә. Тура осы қасиетті қазір мен мына жерде қолданайын деп жатырмын. Төрт бұрыштың квадраты бөлінген 3 төрт бұрыш қосылған төрт бұрыш бөлінген 3 төрт бұрыш тең болады бірге. Енді мына жерде төрт бұрыштың квадратымен төрт бұрыш қысқарған кезде төрт бұрыш бөлінген 3 қосылған, мында төрт бұрыш пен төрт бұрыш қысқарады, 3-тен 1 қалады, тең болады 1 деп қалады екен. Сосын төрт бұрыш бөлінген 3 тең болады. Мына 3-тен 1-ді мына жаққа шығарамыз да 1-ден азайтамыз. 1 азайтылған 3-тен 1. Мынаған 3-ті ортақ бөлініп беремін. 3 пен 1 деп айтып 3-тен 1-ді азайтатын болсақ, онда 2 бөлінген 3 болады екен. Демек, төрт бұрыш бөлінген 3 тең болады 2 бөлінген 3-ке. Енді 3-ті мынаған ортақ бөлініп беретін болсақ, онда төрт бұрыш тең болады 3-тен 2-ні 3-ке көбейтетін болсаңыз 2 деп шығар екен. Демек, төрт бұрыш 2-ге тең. Жақсы, төрт бұрыш 2-ге тең болса, онда дөңгелек неге тең? Мынаны қараңыз. Осы жерде төрт бұрыштың квадраты дөңгелекке тең дейді. Неше дөңгелек тең болады? Төрт бұрыш деген 2-ге тең болса, 2-ның квадраты ол 4-ге тең, иә. Сонда дөңгелегіміз 4-ге тең болады екен. Мынаны есептейік, яғни 3 бұрыш неге тең екенін есептейік. 3 бұрыш тең болады. 3 көбейтілген 4 бұрыш дейді. 4 бұрыштың мәні 2-ге тең болды, демек 2. Ендеше 3 бұрыш бұл жерден шығады, 6-ға тең деп шығады. Болды, енді оның қосындының мәнін таба аламыз, иә. Дөңгелек бізде 4-ге тең болды, қосылған 3 бұрыш деген 6-ға тең болды, қосылған 4 бұрыш 2-ге тең болды. 10, 12 деген жауап екен. Демек, бұлардың қосындысы 12-ге тең. В жауап болады. Келесі 13-ші есеп. Мына модулдан модул ішінен минус 4-тен 4 шығады, 4-ке 3-ті қоссаңыз 7. Мына жаққа жалғастыра берейік, тең деп. Мынау аға тең ғой, аға тең болады. Ал мынан 7 шықты, бөлімінен 440 квадраттық түбірастындағы 441 дегеніміз ол 21-ге тең. 21-ге. Енді ол 7-ге қысқартатын болсақ 3-тен 1 деп шығар екен. Демек, а тең болады мына жерде 3-тен 1-ге. Енді Б неге тең болады есептейміз. Тең болады деп мына жаққа жалғастыратын болсақ, Б тең болады. Квадраттық түбірастында 144 дегеніміз 12-ге тең. 12 бөлінген, мынадан 5 шығады, мынадан 7 шығады, екеуін қосатын болсақ 12. 12-12-ге бөлсек 1 шығады. Демек, Б тең болады 1-ге. Енді тексереміз. 3-тен 1-ді мынау X дегенім ол 3-тен 1 ғой, 3-тен 1-ді 2-ге көбейтсек, Y-ге тең есептейді. Дұрыс емес. А баған мен Б баған, яғни X пен Y тең дейді. X пен Y тең емес. Сосын С X тең болады, Y-ті 3-ке бөлгенге дейді. X деген ол 3-тен 1 ғой. 3-тен 1 ол тең болады, Y-ті 3-ке бөлгенге, Y деген ол 1. 1-ті 3-ке тең бөлгенге тең болады дейді. Дұрыс екен де, онда мына С деген дұрыс екен жауап. Келесі. Төменде берілген фигураның ауданын табуға арналған өрнекті көрсетіңіз дейді. Тура жаңағы есеп сияқты екен. Аудан табуға арналған. Мына төрт бұрыштың ауданын қалай табамыз? Әрине, А көбейтілген Б болады. Енді мына үш бұрыштың ауданын қалай табамыз? Үш бұрыштың ауданы, мына қосылған дейміз да. 2-ден 1 көбейтілген, мына С табан көбейтілген, осы С табанға түсірілген биіктік, яғни мынау Аға тең, А болады. Тең болады деп мыналарға ықшамдап қоятын болсақ. А, Б қосылған 2-ден 1 дегеніміз 0,5-ге тең. 0,5 көбейтілген А, С дей салайық. Мінекей. Мына берілген фигураның ауданы осыған тең болады. Ол деген сонда Е нұсқасында тұр ма? А, 0,5, А, С Е нұсқасында тұр екен жауап. Келесі, суретте фигураны жасауға кеткен барлық шидің ұзындықтарының қосындысын табыңыз дейді. Бір шидің ұзындығы 4,5 см екен. Қанша шиге қолданған, фигураны қолданған? Міне, бір ши 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 болды. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 35 екен барлығы. Ендеше 35 көбейтілген 4,5 болады.
Сонымен тең дейміз. 35-ті 4,5-ке көбейтетін болсақ, 157,5 сантиметр деп шығады. Ол деген бізде Е нұсқасында. Келесі. Кестеде 11-ші сынып оқушысы Рахаттың қыркүйек айынан бастап тапсырған байқау тест нәтижелері берілген. Рахаттың орташа ұпайын және сандар қатарының медианасын табыңыз дейді. Екі нәрсе табу керек. Бірінші орташа ұпайы дейді, яғни арифметикалық ортаны тап деген сөз. Арифметикалық орта қалай болады? Мына сандарды қосамыз осылай. Осылай қосамыз, неше санды қостық? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 санды қостық па? Демек 7-ге бөлу керек біз мынаны. Тең болады нешеге? Тең болады 120-ға. Демек орташа ұпайы 120-ға тең екен. Енді не істеу керек? Екінші медианасын табыңыз дейді. Яғни мұның медианасын табу үшін осы сандарды өсу ретімен немесе кему ретімен жазу керек. Мен деген өсу ретімен жазатын болсам, бірінші 96-ны жазам, сосын 114-ті жазам, 115-ті жазамын, 125-ті жазамын, сосын 128-ді жазам, 130-ды жазам, 132-ні жазам. Осылай өсу ретімен жазғаннан кейін тең ортасында тұрған сан осы сандар қатарының медианасы болады. Қанша сан бар еді бізде? 7 сан бар. Демек тең ортасында бір ғана сан тұр деген сөз. 96 ғой, мен 9 мен 6 бөліп тастағанмын еді. 96 жақынырақ жазайық. Оны 96. 7 сан болғандықтан тең ортасында бір сан тұр. Ол әрине 125. Осы 125 мына сандар қатарының несі болады? Медианасы болады екен. Демек жауабы 120 мен 125 деген жауап сонда Е нұсқасында тұр. Келесі. Жолаушы пойызында 9 вагон бар. 4 жолаушы әртүрлі вагонда болатындай етіп, неше тәсілмен орналастыруға болады дейді. 9 вагон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вагон ба? 4 жолаушы 1, 2, 3, 4 жолаушы екен. Енді осы 4 жолаушы әртүрлі вагонда болатындай етіп, неше тәсілмен орналастыруға болады дейді. Жақсы, мысалы, бірінші жолаушы мына 9 вагонның әр қайсысына отыра алады, дұрыс па? Демек, бірінші жолаушы үшін 9 нұсқа бар. Енді біреуі бірінші жолаушы мысалға бірінші вагонға отыратын болса, онда екінші жолаушы екінші вагоннан бастап отырар, иә? Сонда онда қанша нұсқа қалады? 8 нұсқа қалады екен. Бірінші жолаушы бірінші вагонға отырды, екінші жолаушы екінші вагонға отырды. Енді үшінші жолаушы қандай нұсқалар қалды? Мынаған осылай отыра алады, иә? Демек, оған 7 вагон таңдауға болады. Келесі төртінші жолаушыға 6 вагон таңдауға болады. Демек, осылардың көбейтіндісін есептеу керек. Әрине, оның жауабы 3024. Жауап А нұсқасында. Келесі. Диаграммада қораптың ішіндегі түрлі түсті қарындаштардың саны туралы мәліметтер көрсетілген. Қорапқа қарамай кездейсоқ алынған бір қарындаштың сары болып шығу ықтималдығын табыңыз. Ықтималдыққа байланысты есеп пиендемізді бөлшек сызығын сызамыз. Барлығы қанша қарындаш бар? 12, 8, 10, 15, 6 қосайық. 12, 8 қосақ 20, 10 қосамыз 30, 45, 51 екен, иә? Барлығы 51 қарындаш бар. Енді қорапқа қарамай кездейсоқ алынған бір қарындаштың сары болып шығу ықтималдығы дейді. Сары бол деген қанша шығар? 8. Демек 51-ден 8 деген ықтималдық. Жауап сонда В нұсқасында 51-де 8, иә. Келесі. 1, 5, 7, 8, 9 цифрларынан қайталанбайтындай 5 таңбалы сандар құрастырылған. 15-тен басталатын неше сан бар екенін анықтаңыз дейді. Мынандай 5 таңбалы сан құрастыру керек. 5 таңбалы сан. Мына цифрларды пайдаланып 5 таңбалы сан құрастыру керекпіз. Бірақ шарты қандай? Цифрлар қайталанбайтындай етіп құрастыру керекпіз. Сосын 15-тен басталатын неше сан бар екенін анықтаңыз дейді. Яғни 15-те басталатын қанша сан болуы мүмкін? Яғни 15-те басталатын деген сөз 15.000 деген сөз, иә? Мына цифрларды ғана қолдану керекпіз.
7, 8, 9 болуы мүмкін. Тағы сол сияқты. Ендеше 15-тен басталатын неше сан бар екенін анықтаңыз. Демек, бізге 5 таңбалы сан жазу керек па? Бірінші орынға тек бір ғана жазылады, иә? Демек, бір нұсқа. Екінші орынға 5 қана жазылу керек. Демек, тағы да бір нұсқа. Мұның барлығы араларында көбейту бар. Енді үшінші орынға бірге жазылып кетті, 5 2-ге жазылып кетті. Цифр қайталанбайтын болғандықтан оларды қайта жазбаймыз. Сондықтан өшіріп тастайық. Енді 7, 8, 9 дегендер 3 нұсқа 3-ші орынға үміткер. Демек, 3-ші орынға жазылуға 3 нұсқа бар. Мысалы, 3-ші орынға 7 жазылып кетті деп ойласаңыз, 2-ші орынға, яғни 4-ші орынға қалды 8 мен 9. Демек, 8-де жазылып, 9-да жазылып, 2 нұсқа бар екен, иә, онда. Одан кейін, мысалы 8 жазылып кетті деп ойласақ, онда 9 қалды. Онда 5-ші орынға 9 ғана жазылады, демек, бір нұсқа. Енді осылардың көбейтіндісін табатын болсақ, 1 көбейту 1, 1, 3-ке көбейтсек 3, 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 6-ны 1-ге көбейтсек 6. Демек, 15-тен басталатын неше сан бар екенін анықтаңыз. 15-тен басталатын 6 сан бар екен. Яғни мына цифрларды қолданып 15-тен басталатын 6 цифр жазуға болады екен. Қандай сандар? Мысалы, 15789 деген бір сан, 15879 деген бір сан, 15978 деген бір сан, тағы да осы сияқты жаза беруге болады. Яғни, біз 15-тен басталатын барлығы 6 сан құрастыра алады екенбіз. Келесі. 1 литр бензиннің бағасы 140 теңге. 20%-ға қымбаттағаннан кейін 1 литр бензиннің бағасы қанша теңге болды дейді. Өте оңай тапсырма. 140-ты көбейтеміз 0,2-ге. 140-ты 0,2-ге көбейтсеңіз 28 деп шығады. Енді 20%-ға қымбаттағаннан кейін деген сөз, яғни 140-қа қосу керексіз 28-ді. Демек, жауап 168 болады екен. 20%-ға қымбаттағаннан кейін 1 литрдің бағасы 168 теңге болады деген сөз. Жауап сонда А нұсқасында. Назарларыңызға рахмет.